Достар, бізде екі Ford автокөлігі келіп жетті Алматы қаласына. Екеуі де 2017 жылғы, бірақ екеуінің айырмашылығын байқап тұрған шығарсыздар. Ақ светтегі бізде 2017-ның 5 айында шығарылған, қарасы 2017-ның 11 айында шығарылған. Сыртқы келбетінде кішігірім айырмашылығы бар, алдыңғы решетка және де туманнигі басқаша. Мына қара бізде демек рестайл кішігірім, ал ақ бізде до рест. Екеуінің бағасын айтып кететін болсақ, ақ бізде 5 миллионға келді, Маңғыстаудан тапсырыс берген болатын. Қара бізде 5 миллион 500 мыңға келді, осы Алматы қаласынан тапсырыс берді. Көліктеріміз керемет жағдайда, толыққанды тексерген болатынбыз. Міне жырмалық бізде размердегі дисктер, повторители, 5 ключевой доступ, және де замокқа код қойып қойсаңыздар болады. Бұның ерекшелігі, достар, қараңыздар, осындай Android орнатқан екен. Оригинал Android, ешқандай біздегідей дубликаттар емес. Кәрістер ондайды ұнатпайды. Өзі линиялармен өте әдемі сәйкес кеп қапты. Батырманың ешқайсысы жоқ. Бұл жерде барлығы сенсорлы басқарма жүйесі, орындықтарды салқындатқыш, жылытқыш, кондер, парковкаға өзі қоятын функциясы, аварийка, 119 мың оригинал километр жүрілген. Екі осында кілтімен, көрдіңіздер ме? Жолсыз жерлерге арналған функцияларға дейін бар. Драйв мод. Арт жағында да бізде осындай аппақ өте әдемі түстегі орындықтар. Багажы электрический, лимитит, максимальный комплектация. Осындай Фордтар қазір бізде әйгілі болып жатыр. Артқа өту үшін жай ғана мына орындықты көтересіздер. Артқы орындықтар қазір жатпай тұр, мына чехолы кедергі жасап тұр. Ал енді аққа келетін болсақ, ақ бізде 2017 болды. Айырмашылық мүлдем жоқ, тек қана көріңіздер ме, бұл жерде барлығы бізде батырма. Өз пікірлерін жазып қалдырыңыздар, қайсысы дұрыс деп санайсыздар. 152 мың оригинал километр жүрілген, бұл да осындай кілтімен. Көлігімізде массажға дейін бар, екі автокөлікте. Өте комплектациясы мықты автокөлік деп санаймын мен өзім. Бағасы өте қол жетімді. Міне көріңіздер ме, массажға дейін қосып қойға болады. Спинка барлығы. Арт жағына өтетін болсақ, міне 3 қатарлы орындық, бұл да Ford автокөліктері. Артында бізде айырмашылық бар екен, көріңіздер ме? Мынаның сәл овальный кеткен ба, қараның қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.